Ya dostlar, bugün Almireyдің балабақшасында осындай тұзды бөлмеге кірдік. Қазір ойнап жатырмыз. Мұнда Айлин, Almirey, Аршат. Привет, Аршат. Не істеп жатсыңдар? Құм сияқты ойнап жатсыңдар ма? Молодец. Кәні қандай фигурка шығарып жатсыңдар? Күшті екен ғой. Күректерін күн тұзақты ғой, Almirey. Кән, Аршат? Кән, Айлиндікі? Влажный емес қой, құм сияқты, я? Күшті екен, я, нанышы? Осындай пальма, олу, дельфиндер, ракошалар, балықтардың бейнесі бар екен. Астенаның барлығы тұз. Бұл Шымкент қаласындағы Тұран микрорайонда Балбұлақ балабақшасы. Осындай әдемі тұзды бөлмеде балалар ойнап жатыр қазір. О, ракушка. Қазір ішінде көремін. Мен құрысы бар. Молодец. Күректі толтырып жатсың ба? Айлин, саған балабақшаң ұнайды ма? Ауыр оқытты ғой. Almirey, саған балабақшаң ұнайды ма? Иә. Аршат, саған ше? Тауғын тұстадым. Молодец. Қызық екен, я? Иә. Мұның барлығы тұз, достар. Мұнан қарандар. Тұз кәдімгі тамаққа қосатын тұз сияқты. Бұл балаларға өте пайдалы. Стенасының барлығы тұз. Және мынандай индикаторын қосамыз қазір. Міне достар, осылай тұзды майдалап, мына жерден ұшып тұрады. Аузымда тұздың дәмі кіріп кетті ғой. Осылай ауаға тұзды жібереді. Және балалар осы тұзбен демалып, денсаулықтарына тұмау кезінде өте пайдалы бұл. Демалып кеттім. Демалыңдар. Осылай міне айналып тұрады. Тағы да біраз игрушкалар алып келсек, осылай балалар ұзақ ойнап отыруға болады. Осы достар.